Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін осындай сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Сіздер бұл видеодан торт пісірудің қыр-сырларын және дәл осы видеода көрсетілгендей әсемдеуді үйренетін боласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын Олжан. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Сонан соң 2 жұмыртқамызды қосамыз. Үстінен біздің сгущенкамызды құятын боламыз. Сгущенкаңыз қою болуы маңызды. Міндетті түрде сгущенкаңыздың қоюлығына процентіне мән беріңіздер. Неғұрлым қою болса, соғұрлым тортыңызда өте дәмді шығатын болады. Ал енді осы 3 қоспамызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп алдық. Енді ұнымызға 1 қасық қосқыш салып, жақсылап араластырамыз. Менде алдын ала електен өтілген ұн, сіз міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Сонан соң ұнымыздың барлығын бірден қосып жіберетін боламыз. Енді тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ең алдымен ұнымыз жан-жаққа шашылмау үшін миксермен осылай өзіміз қозғап аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Консистенциясы дәл осы видеодағыдай болуы қажет. Енді біздің пергамент қағаздарымызды дайындаймыз. Мен осындай формаға салып, қысып дайындап аламын. Ал сіз карандашпен сызып алсаңыз болады. Қағаздың барлығын осылай істеп шығамын. Ал енді осы дөңгелектерге қамырды шамамен 2-3 қасықтан салып шығатын боламын. Ана сенің бір талап бәк шашыңда, бейнет бар аута дейтін мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасында, мұхиттан да ауыр мұң бар расында. Бақыт өмір тарту етші тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Ана сенің бір талап бәк шашында, бейнет бар аута дейтін мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасында, мұхиттан да ауыр мұң бар расында. Бақыт өмір тарту етші тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Мінекей корждарымыз дайын. Енді пергамент қағазды алмас бұрын міндетті түрде толықтай суытып аламыз. Алдымен осындай формочкамен барлығын тегістей бірдей жасап кесіп шығамыз.
Енді осылай бөлек қалдырып қоямын. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін біздің сливкеміз міндетті түрде 24 сағат тоңазытқышта тұрған болуы маңызды. Сливкеміз осылай кішкене қоюланған соң үстінен қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды саламыз. Оның үстінен сүзбелі ірімшік, творожный сырымызды қосатын боламыз. Енді осыны жақсылап миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз дайын. Дәл осы видеодағыдай жақсы формасын ұстап тұрған болуы қажет. Ал енді бірінші коржымызды алып, осындай кольцода жинаймыз. Кольцода жиналсаңыз, түп-түзу әдемі болып шығады. Егер кольцоңыз болмаса, міндетті емес. Енді кремімізді салып, жағып шығатын боламыз. Енді тоңазытқышымыздан тортымызды шығарамыз. Үстін креммен тағы да тегістеп, қайта тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Тортымызды тоңазытқыштан шығарып, енді әсемдейтін боламыз. Мен шоколадпен және малинамен әрлейтін боламын. Ал сіз өз қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Шоколадты пачокты қалай дайындауды видеоның астына қалдыратын боламын. Сонан соң осылай жеуге болатын арнайы кондитерлік тәттілерді, моншақтарды үстінен қойып шығатын боламын. Мінекей біздің тортымыз дайын. Енді тортымызды кесіп қарайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Ал енді ең керемет сәт тортымыздың дәмін татып көретін боламыз. Видеодан қандай тәтті, қандай жұмсақ, өте нәзік екені көрініп тұр деп ойлаймын. Қандай дәмді екенін мен сөзбен жеткізе алмаймын. Өте дәмді. Сол себепті сіз де жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көптен көп рахмет. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойсаңыз болады. Барлықтарыңызға келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.